Assalomualaikum dostlar. Bugun bizde Nexia avtokөлігі. Bunun motorдың жан-жағынан май шашып жатыр. Мінекей, мына жақтары май. Астыңғы жағынан да тоже май. Поддон крышкада. Мынау жоғары жағынан шыққан май. Бұл мінекей крышканың болттарын шештік біз. Мына жағын көрсек, мынау сапонның шыққан несі, крышкасы сынып кеткен мына жер. Мына қамытты қатты қысқаннан крышка сынады. Бұны әшейін кішкене қатты, шілей қатты емес, әлі қысып қойса болады. Содан сынып кеткен. Мына резинкасы да жарымайды. Шлангысы. Оны ауыстыратын боламыз. Астыңғы жағына мынау поддон крышканы ашып, бұны да ортасына прокладка қойылған бұған. Сол прокладкасını алып тастап, герметикпен отырғызатын боламыз бұны. Негізі прокладка қойылса, бұл май шығарады бәрібір. Қазіргі прокладкалерде дұрыс емес. Сол үшін герметиктің өзімен отырғызамыз поддон крышканы. Басқа жерінен басқа май шығаратын жерлер жоқ. Осы асты үсті крышка. Қазір соны ауыстырамыз. Неге бұл поддон крышканы ашудан бұрын майын төгіп аламыз. Май мына жердегі мынау болтты шешсек, содан кейін төгіледі. Қазір соны төгіп алайық. Неге майын төгіп жатырмыз. Неге бұны енді мынандай трешоткаменен мынау 10 гайка болт осыларды шешіп босатамыз. Осыларды шешіп, сосын бұған герметик жағып отырғызамыз. Поддон шешетін кезде мынау коробка менен ненің арасында, блоктың арасында осы жерде 10 гайка түсетін жері бар. Мынандай 10 головканы салып, ішіне ұзыны керек болған. Осыны шешпесек, ол поддонымыз ажырамайды. Осыны есте сақтаңыздар. Мына алдыңғы жағында біреу. Осы көрсетемін. Мына жақта тағы біреу. Бұда екеу болады өзі. Мінекей, болттарын бәрін шешіп алдық. Енді мына жерде коробкаға қатқан 14 гайкасы бар. Осыларды шешіп аламыз. Мінекей, бұл 14 несінде коробкаға қатқан жерінде шешіп алдық. Енді мінекей, екеуінде шештік. Поддонымыз өзі шықты. Бұл поддонды шығарып аламыз енді. Бұны қазір гүлшетілді шешу керек. Мынаны шешетін болсақ, мынау әбден тозығы жеткен, жәндегі шешілмей біраз уақыт тұрып қалған. Бұл шешетін болсақ, бұл сынады. Мына астыңғы жағынан да шешетін болсақ, бұлар да сынады. Сол үшін бұл жағынан шешпейміз да. Мына жерден коллектордың өзін шешіп аламыз. 12 болт. 4-еу үстінде, 4-еу астында. 8 болт. Егер сіздердікі мына жері шешілетін жақсы болса, бұны осы жерден шешіп алған дұрыс.
үш болтпен тұрады. Біз қазір мынаны шешеміз енді. Мінекей бәрі болттарын шешіп алдық. Енді бұны шығарсақ. Шығарамыз енді. Мінекей босады. Енді беймарал поддонды шығарбасақ болады. Мінекей достар, оны поддонны прокладкасы қойылған. Негізі мотор жинайтын болсаңыздар да, сендегі ауыстыратын болса да, бұндай прокладка қоймай қойсаңыздар, ексе екінің өзінің осындай алюмин крышка болса, мына жеріне жақсылап герметик жағып отырғызсаңыздар, сол жақсы. Бұлай мынандай крышка қоятын болсаңыз, мынау ыстыққа қызып, жарамсыз күйде болып, май шығаратын болады. Неге бұны астын жақсылап тазалап алдық, сүртіп. Сіздерде мынау тұтқасына осының басына мұқият болыңыздар. Ішіне герметик көрдеңе тығылып қалған болуы мүмкін. Осының басын жақсылап тазалап, бұл май соратын жері. Осыны жақсылап тазалаңыздар. Болды, міне қазір енді поддонға герметикті жағып, қайтып отырғызамыз. Неге герметикті жағып алдық? Енді бұған жәндегі қатты қысылған кезде іш жағына герметик түсіп кетпеу үшін тряпкамен мына жағын етіп сүртіп шықсақ дұрыс болады. Енді бұны дәл осылай орнына қайтып қоямыз. Мінекей достар, бұны қатырдық орнына коллекторын, поддонды да қыстық. Герметикпен отырғыздық бұны. Енді мынау крышканы жабамыз. Мына крышкасы сынып кеткен еді, оны ауыстырамыз. Мінекей, оны крышкасын салдық. Бізде мынау астыңғы жағы резус ұстамай сынып қалған еді, бұған абыклей жағып ұстаттық. Мінекей, май аққан жерлерді осылай тоқтатуға болады.